Бәріңізге сәлем, бұл Алтын балық каналы. Сіз байқадыңыз ба? Бізбен сіз өмір сүріп жатқан өмірге қарағанда, жарнамадағы өмір өте өзгеше. Адамдары әдемірек, күн өте жарық болып түседі. Судың өзі ылғалдырақ, ал тағамдары болса өте дәмді көрінеді. Бұның барлығы біздің қалай қабылдауымызға байланысты емес. Жарнамалық видеолар, суреттер қалай жасалғанына байланысты. Жарнама жасау өнер деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Ол өзінің қулықтарымен және керемет шешімдерден тұрады. Бүгінгі видеода сіздерге ең керемет жарнамалар қалай жасалатынын көрсететін боламын. Old Spice ең керемет жарнама жасайтын компаниялардың бірі. Көп адамдар жарнама қалай жасалатынын біле бермейді. Old Spice компаниясы бұл жарнаманы қалай жасаған сіздерге көрсетейін. Айзая Мустафа атты жігіт қатысқан бұл жарнамада басқа да жарнамалары секілді видеоны бір кадр арқылы жасаған, және де техниканы жоғары деңгейде пайдаланған. Бұл жарнаманы толығымен студияда жасап шығарған. Айзаяның беліне белдіктер орнатып, оның ауада жүзіп баратқан бейнесін жасаған, және де оған аквариумды жақындатып, керемет видео жасап шығарған. Жарнама жасаушы адамдар бұнымен тоқтамады. Бұл видеоны жасау мақсатында бір бөлмені солаймен қозғалысқа келтірген. Жарнама аяқталған сәтте Айзая рояльдің үстіне жатады. Алайда ол қиыстап тұр. Бұл жарнаманы көрсеңіз, бұл жігіттің қиыстап жатқанын сіз байқамайсыз. Шаш күтімі. Бұндай жарнамаларды теледидар немесе интернеттен көрген шығарсыздар. Бұндай шаш күтіміндегі адамдардың шашы қызығарлықтай ғана емес, өте керемет деп айтсақ болады. Жарқырайтын керемет шаш және керемет қозғалыстар жасайды. Егерде дәл осылай қимылда өте керемет көрінетін болса, ең қымбат шампунь болса да сатып алар едік. Бұл жарнаманы көріп, шампуньды сатып алып жатқан адамдардың көбінесе көңілі қалады. Өйткені шампуньды пайдаланғаннан кейін жарнамадағыдай бола бермейді. Бірақ жақсырақ көрінеді, алайда модельдердің шашындай емес. Жарнама жасаушы адамдар бұндай жарнаманы жасау үшін жарықты тиімді пайдалана біледі. Жасыл жапқыш және жасыл киім киген адам керек болады. Шаш жарқырап әдемі көрінуі үшін оны қозғалтып жарық түсіру керек. Жарықты дұрыс жағынан түсіру арқылы шаш керемет және жұмсақ көрінеді. Ал керемет қозғалыс жасау үшін қолында таяқшасы бар немесе шеңбері бар жасыл адам қажет болады. Дәл осындай керемет жарнамалар осылайша жасалынады. Артық адамдарды және артық заттарды артына монтаж жасау кезінде алып тастайды. Хажес. Американдық компания өзінің тәтті заттарын сатып, қалай өткізу керектігін біледі. Ол қиын емес, өйткені нағыз жарнама шеберлері айналысып, оған заманауи технология көмектесіп жатса. Бұның өте керемет дәмді көрінгені соншалық, бұны компьютер арқылы жасап шығарған секілді көрінеді. Алайда бұл нағыз шынайы видео. Техниканың дамығанының арқасында өте керемет видеоларды осылай шынайы жасауға болады. Жарнаманы түсіріп болғаннан кейін компьютер мамандары техниканы көрінбейтіндей қылып керемет видео жасап шығарады. Әрине бұндай видеолар бірден жасалып шыға қоймайды. Бірақ та жарнама мамандары өз ішінің шеберлері болғандықтан бұндай жарнаманы соңына шейін жасап шығады. Real Guga. Жануарларды жарнамаларда кездестіруге болады. Олар әдетте ит, мысық немесе сиыр секілді үй жануарлары. Американдық футболда және ойыншылардың керемет екендігін көрсету үшін сиырды жарнамаға түсірген дұрыс емес болар. Алайда бұндай жарнамаға пуманы түсіру өте қолайлы болады. Пуманы жабайы табиғатта немесе тордың ішінде түсіруге болатын еді. Адам мен пуманың байланысын көрсету мақсатында жарнама жасаушылар басқаша жол таңдады. Бұл жарнаманы жасау кезінде шынайы адам мен шынайы жануарды пайдаланды, алайда бір-бірінен бөлек жерде. Жануардың қозғалысын жарнамаға ыңғайластырып жасап шығарды. Егер де жарнамаға мән беріп қарайтын болсақ, пуманың түсі мен жарнаманың түсі қатты сәйкес келе бермейді, және пума қозғалыстарға мән бермегені байқалады. Алайда бұл жарнаманың өте керемет екендігіне кедергі емес. Бұндай жарнама жасауға табиғаттың жыртқышын таңдап алса да, жарнама жасаушылар керемет жарнама жасап шығарды. Apple HomePod.
Apple компаниясы өзінің өнімдерін жарнамалау кезінде керемет көңіл күймен және керемет ойлар арқылы жасайды. Осы себепті де Apple компаниясы өзінің ақылды колонка атты жарнамасын керемет жасап шығарды. Бұл жарнаманы жасау кезінде керемет продюсер және керемет әншіні пайдаланды. Жарнама желісі бойынша қыз жұмысынан шаршап келе жатады. Үйіне келгеннен кейін ақылды колонкаға қандай да бір қызықты музыка қоюын сұрайды. Диванға отырғаннан кейін заттарды үлкейте бастағанын байқайды. Осылайша музыкаға билеген қыз үйін үлкейте береді. Өте керемет көріністер жасайды. Жарнаманың кереметтілігі соншалық, жарнама фантастикалық фильмдерге ұқсайды. Тіпті жарнама деп айтуға да келмейді. Бұл таңғалатындай дүние. Егер де бұл жарнамаға қаншалықты көп еңбек еткенін көрсеңіз. Бұның барлығы компьютер арқылы жасалған секілді көрінгенмен, алайда олай емес. Бұл дұрыс жарық беру арқылы және қозғалатын жар арқылы жасалынған. Видео аяқталар сәтте отыратын диванның өзі жігіттер жылжытып әкеледі. Әрине, бұл жарнама Apple компаниясының ең керемет жарнамаларының бірі. Биотерм Aquasource. Судың өзі ылғалдырақ көрінеді деп видеоның басында айтқанымыздай, бұл қалжың емес, көріңіздер. Теріге арналған Aquasource кремі. Егер де сіз осы күнге дейін кремді пайдаланбасаңыз және бұл жарнаманы көрген болсаңыз, бұл жарнаманың керемет екендігін мойындау керек. Және бұл жарнамадағы кремді суға салып неше түрлі қозғалыстар жасап, керемет жарнама жасап шығарған. Кремді бірден суға салып жіберді. Су астына құйындар жасады, тағы да басқа не жасауға болады, соның барлығын жасап шықты. Бұл жарнамадағы су көк болып көрінгенімен қарапайым суды пайдаланған. Су керемет болып көрінуі үшін компьютерлік графиканы пайдаланған және оған жарықтар түсіріп өте керемет видео жасаған. Осылайша жарнама жасаушылар қарапайым суды пайдаланып керемет жарнама жасаған. Макдональдс. Фастфуд өнімдері жарнамада шынайы өмірге қарағанда әдемірек көрінеді. Егер де біз жарнамада қырыққабат, соус немесе тағы да басқа керемет дәмді заттарды байқайтын болсақ, ал шынайы өмірде булканың арасынан шығып тұрған котлет пен сырды ғана байқаймыз. Бұл жерде қандай қателік кетті? Әрине, бұл жарнамадағыдай дәмді көрінбейді. Сіздер бұған фастфуд өнімін дайындаушы адамдарды кінәлауға асықпаңыздар. Өйткені сіздерге дайындалған тағамдар бірнеше минут ішінде дайындалған. Ал жарнамадағы тағамдар болса бірнеше сағаттап дайындалады. Жарнамадағы және ресторандағы тағамдардың қосатын қоспалары бірдей, алайда олардың орналасуы өзгеше. Біз сатып алып жатқан тағамдардың қиярлары орта жағында орналасқан болса, ал жарнамадағы қиярлар шет жағында орналасқан. Осылайша сатып алушының қызығушылығын тудырып, және де ішінде қандай заттар бар екенін көрсетіп, сатып алушыға қандай заттар сатып алатынын көрсетеді. Және де компьютерді пайдаланып, тағамды одан әрі дәмді қылып көрсетеді. Осылайша тағамдар өте дәмді көрінеді. Асыңыз дәмді болсын. Алдыңғы жарнаманы көріп, сіздің дәмді тағам жегіңіз келіп кеткен шығар. Олай болмаса бұны дұрыстаймыз. Бургердің тағамдары бірінің үстіне бірі дәмді түсіп жатыр. Бұл жарнама қалай жасалған сіздерге көрсететін боламын. Бургердің өзін жібере салғанға қарағанда, бургердің әрбір бөлшегін бөлек-бөлек көрсетіп шықса, өте дәмді көрінеді. Ал студияда болса нағыз техникалық сиқыр болып жатыр. Соусты катапультаға орнатып лақтырады. Егер де бұл жарнаманы өз көзімізбен көретін болсақ, кішкене балалардың тамақты бір-біріне лақтырып ойнап жатқаны секілді көрінеді. Бұл жарнамада тағамдар жоғары ұшып жатқан болып көрінеді. Алайда олай емес. Тағамдар төменге қарата түсіп келе жатқан кезін видеоға түсіріп, керісінше жасаған. Ал ұшып жатқан соустарға келетін болсақ, олар басқа кадр арқылы түсіріліп, видеоға қосылған. Бұл жарнаманы түсіру үшін қанша рет мүмкіндік жасады екен, тағамдар бірінің үстіне бірі бірден түсе қоймайды ғой.
Бұл жарнаманы студияда көретін болсақ, бұл өте тез болады. Білесіз ба, тамақ ішетін уақыт келген секілді. Mountain Dew. Осы сусынды жұлдыздар жарнамалағаннан кейін сатып алушылар саны өте тез көбейген. Бұл жарнаманы жанып тұрған от деп айтсақ болады. Бұл жарнамадағы адамдарды әрқайсысын бөлек-бөлек түсіріп, керемет видео жасап шығарған. Бүгінгі жарнамалардың ішінде сізге қайсысы ұнады? Соны төменге комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай керемет видеолар шығатын болады. Сол себепті менің каналыма жазылып, төмендегі подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Ана жерде шығып тұрған видеоны басыңыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.